Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай әдемі және тез, оңай жасалатын бантиктің түрімен бөлісетін боламын. Экранның бетіне керек заттардың тізімін қойып қойдым. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Ал бастаймыз. Ең алдымен органза материалымызды екі лентаға бөлеміз. Бірінші лентамыз 14 см ені, ұзындығы 1,5 метр. Екінші лентамыз ені 13 см, ұзындығы 1 метр. Кесілген дайын лентамыздың шетін осылай күйдіріп аламыз. Зажигалкамен шетінен бәрі шығып тұрады, соны осылай күйдіріп әдемілеп аламыз. Сосын лентамызды осылай бір-біріне айқастыру арқылы тігіп бастаймыз. Одан кейін мынау жеріндегі шетін тоже осылай жүргізіп инемен тігіп шығамыз. Одан кейін жинаған бантигімізді осылай арасын тартып жинап жібереміз тағы да. Сосын мынау шетінде тігеміз. Одан кейін біз ортаңғы жағынан саусағымыз кіретіндей тесік қалдырамыз. Қатты үлкен болмауы керек. Саусағымыз кіретіндей тесік болса болды. Сол кезге дейін тартып жинап аламыз. Қатты тартпаймыз, саусағымыздың ұшы көрінетіндей етіп жинаймыз. Сосын барып тағы да бір айналдырып осылай тігіп шығамыз. Мына осылай айналдырып шықтық. Біздікі дайын болды. Енді жібімізді кесіп мынандай фетр материалы керек болады. Диаметрі 1-1,5 сантиметрге. Өздеріңіз осылай өлшеп көресіздер. Осылай клейімізді алып, бантикке жан-жағына клейімізді жағып, сосын домалақ шеңберімізге де клейден жағып жіберіп, жақсылап жабыстырып, клейді кепкенше біраз уақытқа дейін ұстап тұрамыз. Клейіміз жақсы болып кебу керек. Одан кейін екінші 1 метрлік лентамызды алып, оны да осылай дәл алдыңғы лентаны тіккенде, бұны да солай тігіп жинаймыз. Бұл екінші лентамызда бірінші лентадағыдай ортасына орын қалдырмаймыз. Араларына орын қалдырмай, жақсы етіп жинап, инемізді тартып, жібімізді тартып, сосын барып, аяқ жағын осылай тігіп жібереміз. Бір-екі рет айналдырып жіберіп, сосын қосамыз. Арт жағында осылай тағы да бір қатар дәл алдыңғы лентадағыдай бір-екі рет тігіп жібереміз, кішкене жинастырып. Қайшымызбен кесіп, бантигіміздің ортасын кішкене осылай әдемілеп жібереміз. Одан кейін бағанағы біз бірінші бантигімізге домалағымызды жабыстырдық қой, сол бантикті аламыз да екінші 1 метрлік
бантигіміз, жиналған бантигімізді осылай клей жағып, екеуіне де клейді жағамыз да осылай жабыстырып, біраз уақытқа дейін ұстап тұрамыз. Клейіміз кебу керек, және де немізді жан-жағына жағылған клейлер жақсы нету үшін, ұстау үшін осылай кішкене жинап тұрып ұстаймыз. Клейіміз кебу керек. Сосын бағана мынау жерін қосу керек жерлерін кішкене клей жағып жіберіп, осылай қосып, волныйын шығарып жібереміз. Әдемі етіп, волны көрінетіндей етіп қосамыз. Одан кейін диаметрі 4-4,5 сантиметр фетр матасын осылай кесіп домалатып аламыз да, одан кейін осылай кесеміз. Кескен кезінде осындай екі жағынан тесігіміз пайда болады. Резинкамызды алып, ортасына жабыстырып, кепкенше ұстай тұрамыз. Сосын осындай лентамызды алып, 5-6 сантиметрдің көлемінде кесіп аламыз. Одан кейін оны резинканың ортасына осылай жіберіп, тартып, ортасын бұның да клей құямыз. Кепкенше ұстаймыз, асықпаңыздар. Одан кейін бантигімізді алып, мынандай шығып тұрған жерлерін зажигалкамен күйдіріп жіберіп, кішкене сосын фетр материалымыздың бағана резинкасын жабыстырып дайындап қойған соны жабыстырамыз. Жабыстырған кезінде біз бағана алдыңғы қаттарда бірінші қатар бір қабатын жабыстырдық қой, сол кездегі фетрларыңыз шығып кетпесін. Сол үшін ұстаған кезінде бас жағынан, ортасынан ұстап, екі жағынан ұстап алыңыздар, астынан да. Фетрларыңыз, алдыңғы қабатыңыз шығып кетпес үшін, өйткені ыстық клей жаққан кезінде олар ыстық клей ыстыққа сразу нетеді, ажырауы мүмкін. Егерде до конца нетпесеңіздер, кептірмеген болсаңыздар. Осындай дайын болады бантигіміз. Одан кейін барып, осындай жартылай моншақтарымызды алып, бантигіміздің әр жеріне қалағандарыңызша жабыстырып қоясыздар. Сосын осындай әдемі біздің пышный бантигіміз дайын болады. Барлықтарыңызға сәттілік тіледім. Лайк басып, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Үлкен рахмет.